Айко, соңғы кездері сабақ жұмыс істеп жүріп, күйбең тіршіліктің ортасында салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен айналысуға уақыт болмай жүр, иә? Иә, Балнұр, сені түсінемін, тіпті барлық жұмысты қатар алып жүреміз деп денсаулығымызға көңіл бөлуді ұмытып кеттік қой. Алайда денсаулық зор байлық екенін ұмытпауымыз қажет. Мен бір мынандай қызықты ақпаратты оқыдым. Негізінен Қазақстан тұрғындары көбінесе спортпен аз айналысады екен. соның арасында осы Алматы облысы бойынша спортпен жүйелі түрде айналысатындардың саны 67.428. Бұл облыс тұрғындардың 32%-ын ғана құрайды екен. Айко, бұл өте төмен көрсеткіш қой. Сонда бұның ішіне біз де жататын болып тұрмыз ғой. Онда екеуміз бір күнімізді денсаулығымызға арнап фитнес залға барып қайтайық. Иә, Балнұр, бірақ маған фитнес залдан көрі таза ауада серуендегенін айт. Онда бүгінгі күнді фитнеске барып, одан кейін таза ауада демалып қайтайық. Қалай қарайсың? Жарайды, жүр. Барсақ барайық. Егер сіздер де біз сияқты фитнес залға алғаш рет келіп тұрсаңыз, мына ескертпелерді есте сақтағаныңыз жөн. Ең бірінші фитнес залын дұрыс таңдауыңыз керек. Өзіңіз қалаған фитнес залға телефон қоңырауын шалып, барлық анықтамаларды біле аласыз. Ал ең абзалы өз көзіңізбен келіп көргеніңіз дұрыс. Сондай-ақ жаттығуға арналған киімді де дұрыс таңдаған жөн. Егер сіздің киіміңіз синтетикалық болатын болса, ол сізді тершеңдікке алып келуі мүмкін. Сондықтан мейлінше жұмсақ матадан, мақта матадан тігілген киімді кисеңіз дұрыс. Ал біз келген зал айына 18.000 теңге, алғашқы күні тегін. Достар, біз дәл қазір Айгерім екеуміз жаттығуға арналған кілемшелерді таңдап, бірге жаттығу жасайтын боламыз. Құрметті көрермендер, ең алдымен жаттығуды бастамас бұрын денемізді қыздырып алған дұрыс. Балнұр, жүз біз деген денемізді қыздырып баласы космонавт, өмірге көп адам астанат. Роп-роуны тоқтауды, қазірден бастап өзіңе жас қанат. Достар, күніне планкаға 1 минуттан тұрыңыздар. Одан кейін әрбір тұрған кезде 15 секундтан қосып отырыңыз. Сол кезде денсаулығыңыздың жақсаруына үлесін қосады. Міне біз дене қыздыруымызды аяқтадық. Енді келесі жаттығуымызды арнайы спорт құрылғыларымен жалғастыратын боламыз. Сонымен қатар ұйқысыздығына және шаршауды басады екен. Ал ақш ғалымдарының зерттеуіне сәйкес аэробикамен және де жүгірумен айналысқан адамдар депрессиядан ерте шығады екен. Балалар, бұл өте қызықты ақпарат екен. Құрметті көрермендер, егер сіздерде де осындай жағдай болатын болса, фитнеске келуге кеңес береміз. Балалар, міне жаттығуымыз аяқталды. Фитнес залға алғаш келіп, менің алған әсерім өте қатты. Маған қатты ұнады. Яйко, менің де алған әсерім өте тамаша. Ал сен бізге келесі аялдамамыз қандай екенін білесің бе? Қайда қарай кетеміз? Балалар, Тереңкұрға барамыз ба? Жоқ, Айко, Тереңкұрға емес, Медеуге барамыз. Мен Тереңкұрға барам деп тұр, сонда барайықшы. Айко, екеуміз былай таласып тұра беретін болсақ, ештеңе шеше алмаймыз. Одан да келіп тас қағаз қайшы ойнайық. Келіңіздер. Yes.
Құрметті көрермендер, Алматы қаласында спортпен шұғылданатын таза ауада серуендейтін орындар өте көп. Мысалы, тұңғыш президент саябағы, ботаникалық бақ, Тереңкөл және Медеу мұз айдыны. Яйко, дұрыс айтасың. Біз дәл қазір әлемдегі ең үлкен мұз айдыны бар Медеу спорт кешенінде тұрмыз. Бұл жерде уақытты қалай тиімді пайдалануға болатыны туралы айтамыз. Ал біздің ең бірінші локациямыз денсаулық баспалдағы болмақ. Олай болса, кеттік. Достар, егер сіздер Медеу шатқалына келетін болып өздеріңіздің жеке көліктеріңіз болмаса, онда Достық даңғылынан 128 және 12 номерлі автобустармен келсеңіздер болады. Сонымен қатар үйден шығар алдында ауа райын бақылап, жылы киініп, және өздеріңізбен бірге тамақтарыңызды алып келіңіздер. Бұл жақта тамақ қымбат тұрады, достар. Медеу баспалдағын барлығы біледі. Ол көпшілікке денсаулық баспалдағы деген атпен таныс. 842 саттан тұратын баспалдақпен көтерілсеңіз, тынысыңыз ашылып, айналадағы сұлулыққа тәнті боласыз. Қазір қыс мезгілі жақындап қалған соң, біз баспалдақпен серуендеуде емес, жылдың бір мезгілінде ғана жұмыс жасайтын Медеу мұз айдында коньки теуіп қайтуды жөн көрдік. Медеу мұз айдында уақыт өткізуге қанша теңге жұмсадық? Біз Балнұр екеуміз түскі сеансқа келдік. Бұл бөлімдегі студенттік билет құны біреумізге 1200 теңгені құрады. Сонымен қатар өзімізбен бірге коньки болмағандықтан, оны қосымша 1600 теңгеге жалға алдық. Демалыс құны екеумізге 5600 теңге болды. Бағалар жөніндегі барлық ақпарат Медеу мұз айдының ресми парақшасында бар. Кендаламай, бейқарағай, тұңғиық терің сай, бұл бағымай, ке құралай. Айго, бұл менің Медеу мұз айдына алғашқы келу. Сырғанауға жүрексініп тұрған. Қорықпа, Балнұр, мен саған көмектесемін. Құрметті көрермендер, сіздер де Медеу мұз айдына ең алғаш рет келіп тұрсаңыз, жақсы сырғанайтын достарыңызбен бірге келіңіздер. Олар сіздерге сырғанауға көмектесетін болады. Егер де достарыңыз болмай жалғыз келетін болсаңыз, міне мынау сияқты ұстауышпен бірге сырғанауды үйреніңіз. Достарым жоқ деп көңіл күйіңізді түсірмей, ұстауышпен жақсылап үйреніп сырғанауыңызды жалғастырыңыз. Бүгінгі демалысым өте жақсы өтуде. Түс мезгілі сайын басылған сайын мен осы жаққа достарыммен қыдыруға келемін. Бұл жаққа бірінші рет келуім, сондықтан аса қатты күшті деп айтамын, бірақ жақсы. Бұл әсеріңіз қандай? Иә, жақсы. Өйткені мен Алматы тұрғыны болғандықтан мен Медеуге жиі келіп тұрамын. Және бүгінгі пятница күні деген адам көп болып тұр бізде. Бірақ әсері өте күшті болып тұр бізде. Конькимен сырғанау денсаулықты нығайтуға ықпал ететін спорт түрі. Сырғанау жеңілдікті, ептілікті, қозғалыстарды үйлестіруді қажет етеді. Би, музыка элементтерімен ашық ауада көп қырлы қозғалыс белсенділігін арттырады. Конькимен сырғанауға денсаулық жағдайы бойынша шектеулер жоқ. Кендаламай, бейқарағай, тұңғиық терің сай, бұл бағымай, ке құралай, бие қолым тай, күннің әрі, түннің әрі, шексіз көкжиек, бұның бәрі, менің жерімде. Шалғын көк орай, Және де сырғанауды отбасылық дәстүрге айландыруға да болады. Үйіңіздегі кішкентай баламен үлкен қарияларға дейін үйретіп, демалысыңызды көңілді өткізуіңізге болады. Әйгерім, байқадың ба, бүгін мен сырғанауды жақсы үйреніп қалған секілдімін. Иә, Балнұр, байқадым. Мен де бүгінгі күннен керемет әсер алып тұрмын. Құрметті көрермендер, сіздер де біз секілді денсаулықтарыңызды әрқашан күтіп жүріңіздер. Денсаулық зор байлық деп бекер айтпаған шығар қазақ. Кеттік ары қарай сырғанайық. Күнді өзімізге, денсаулығымызға арнап, күнді керемет өткіздік, иә? Иә, Балнұр, маған қатты ұнады. Мен енді аптасына бір рет тауға барып тұруды өзіме мақсат етіп отырмын. Ал мен фитнеске барам деп шештім. Себебі кез келген уақытта барып айналыссаң болады. Өте ыңғайлы екен. Оның рас, құрметті көрермендер, біз бүгінгі шығарылымда уақытты қалай тиімді өткізу керектігін және спортпен шұғылданудың түрлерін көрсеттік. Иә, достар, ең бастысы өздеріңізге қандай спорт түрі ұнайтынын анықтап алыңыздар. Одан кейін денсаулықтарыңызды күтуді ұмытпаңыздар. Себебі денсаулық адамның ең баға жетпес асыл дүниесі. Сіздермен бірге болған Сау Лайф бағдарламасы келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Будем рады видеть вас вновь. Достар, болды ма? Давай. Болды ма? Бар?
тамыз айыны айдыны. 세상 비워놓은 правила 너 이기기 때문에 슬리와 넌 너가 발치워 правила 너 이기기 때문에